Қуандық Қадыров, Қарағанды қаласы, Кука из Майкудука. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Я жаңа айтып өткенде Еркебұланымыз Майқұдықта тұрам, есімім Қуандық. Тағы бар ма Майқұдықтың адамдары шапалық? Сразу көрінеді, донердің есі қайдан шығып тұр. Қуандық есім барлығы Қуандық дейді мені. Үйдегілерім, достарым, таныстарым, тіпті колледждағы кейбір мұғалімдерім мені Кука дейді барлығы. Кука естімегендер болса, бірінші әріп К, С емес. Я колледжде оқимын 4-ші курста. Колледж енді жаман емес, бірақ бір жаманы колледжімді ешкім білмейді. Мысалы, политех, каргу десең сразу біледі ғой. А мен СМК деген колледжде оқимын. Естулеріңіз бар ма? Кім біледі? Ешкім жоқ, көрдіңіздер ма? Біздің директордың өзі 2 кеспен келетін жақ жұмысқа. Яғни колледжда біздің жай-жайдан танымал болып келе жатыр, өйткені спортқа өте көп қатысамыз. Спортпен айналысам, волейбол, футбол, настольный теннис, үстел теннисі. Көбінесе волейбол ойнаған жақсы көремін. Бос уақытында, бірақ маған білесіздер ма? Волейбол қыздардың ойны ғой деп айтатын адамдар ұнамайтын, жек көремін. Мысалы, мен осыдан 3 күн бұрын волейболдан жарыста болдым. Финалға өтуге сәл жетпей қалды да ұтылып қалдық жартылай финалда. Ойыннан кейін бізге тренер келіп неше түрлі сөздер айтты. Ондай сөздер қыздар, ондай сөздерді үш ұйықтаса түсінде көретін сөздер емес ондай. Еще қыздардың ойны. Енді бос уақытында ойнаймын волейболды. Сонымен қатар бос уақытында мен кітап оқығанды жақсы көремін, таңертең ерте тұрып жүгіргенді жақсы көремін. Сосын ұйықтағанды жақсы көремін. Өйткені ұйықтаған кезде түсімде кітап оқимын, таңертең тұрып жүгіремін. Сосын мен сұрақты өте көп қоятын адаммын. Барлығын ұсақ-түйек бәрін біліп алғанша дамылтап қоятын адаммын. Мысалы, сенбесеңіздер Еркебұлан ағадан сұраңыздар. Бүгінгі сайыс қай жерде болады, нешеде, не киіп келу керек, қандай нәски бәрін біліп алғанша дамыл тапқан жоқпын, иә? Сондай біз. Мысалы енді сенбесеңіздер, енді пандемияның кесірінен бәріміз онлайн оқыдық қой үйде. Сол 2 мен 3-ші курстың арасында үйде отырдым, сол кезде мұғалімға өте көп сұрақ қойғаным ғой мен. Бірінші тапсырма жоқ, менде 2-ден бастай берейін бе, дәптерге жазу керек пе, электронный, анау мұғалім мияқып кеткен ғой. Мұғалім голосовой сообщение жібереді маған, тыңдасам былай басталады ғой. Мен ойландым ол кісі даже. Қуандық. Сосын менің көру қабілетім нашар, зрением төмен. Мен алыстан көрмеймін. Бар ма тағы алыстан көрмейтіндер? Артқа отырып алған ғой ше. Көріп тұрсыздар ма мені? Енді негізі жай өмірде былай білінбейді, көзің көрмейтінің қатты. Кейбір кезде ұялып қаласың просто. Әсіресе остановкада автобус тосып тұрасың ғой. Көрінбейді, автобусға бүйтіп тұрасың ғой. Бір-екі кондуктор мені Қытайда ойлап қалған. Егер автобус анау жақта келе жатса, бір жөн ғой, тура алдында тұрған дәу 53 килосына қарап тұрады. Сосын военкоматта білініп қалады, көзін көрмейтін. Білесіз ғой, көзің бүкіл жерін тексереді ғой жерде. Тақта бар ғой, 6 қатар тұрады, үлкеннен кішкентайға дейін әріптер тұрады ғой. 4 пен 5-тің арасында қызыл сызық тұрады. Астындағы әріптерді өте бітті әріптерді ол көзі мықты көретін адамдар ғана көреді. Оны Юпитерда не болып жатқанын көре алатын адамдар ғой. Соны дәрігерлер уақытты көп созбау үшін бірден кірген беті ана қызыл сызықтың астындағы әріптерді көріп тұрсын ба деп сұрайды. Маған да сол сұрақ қойған. Кірем, отырам, оң көзін жап, мынаған әріп, сол көзін жап, мынаған әріп, екі көзін жап, мынаған әріп. Келіп отырдым, маған айтады, қызыл сызықтың астындағы әріптерді көріп тұрсын ба? Қандай қызыл сызық? Қызыл сызыққа дейін көріп тұрсыз ба десеңші? Көзім мүлдем жаман көретін, мен бұрын өтірік айта беретін, емтихан тапсырғанда А, Б деп айта бересің ғой. Бірақ енді қазір өтірік айтқан дұрыс емес қой. Мен білмеймін, көрінбейді деді, одан кейін бір әшке кигізді маған. Темір әшке, шынасы бар. Егер көрінбейді десең, алып тастайды да тағы шынысы бар, зрениеңкі. Оны алып тастап тағы салады, не болды, микроскоп қылдыңдар ғой мені.
көрінбейді ештеңе. Сосын военкоматта менде бір қызық оқиға болған, өзім күлкім келеді естісем. Военкоматта білесіз, мынандай үлкен домалақ коридор ғой, әрбір кабинетте жеке-жеке дәрігер отырады. Олар сенің жеке-жеке жерін тексереді. Әрбір дәрігер жеке-жеке, енді сен стоматологқа барып тізең қатысайды демейсің ғой. Сосын бір өтке жатырмын, бір дәрігердің алдына келдім, отырдым, диаламды бердім. Ана кісі А деп айтты деді ше маған. Сосын мен енді, оның алдындағы ең бірінші дәрігер, олар сендерге таңғаламын. Далада жүрген кезде дауыстарын жарқын-жарқын шығады да, мында келгенде дауыстарын шықпай қалады деп тиісіп айтқан болатын. Сосын мен әдейі бүкіл дәрігерге уверенно қатты жауап берді оттым. Қуандық, все нормально? Все нормально. Не болеешь? Нет. Жалуюсь? Нет. Служить готов? Да. Қайдағы? Да, қызыл сызықты көре алмайсың. Сосын келдім, отырдым да, маған А деді. Сосын мен бүкіл военкоматта қалдым. А! Ана кісі маған как будто осылай қарады. Мен Гитлердің шанты ержанға білесіз ба деген сияқты бірден маскасын шешті. Адресіңді айт маған дейді ғой. Ана жерде ұялған мен. Жарайды, ана кісі бүйтіп қой жазатын жазды, печать қойды да, документімді беріп, енді алып бүйтіп тұрып бар, қарап басам, лор құлақ тексеретін дәрігер ана кісі. Ана кісі ойлады ғой, мен болмайды, армияға барып үйге қайттық деген есіне алып сонда қалып қойса деп. Қуандық Қадыров, рахмет.